Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі бисквит жасап үйренетін боламыз. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар ол 5 жұмыртқа, 150 грамм құмшекер, 120 грамм ұн, және де 2 шай қасық қопсытқыш. Және де осындай ыдыс, 2 ыдыс керек болады бізге. Екеуі де құрғақ болу керек. Бір тамшы да су болмау керек ішінде. Ең алдымен біз жұмыртқаларымызды жарып, ішіндегі сарыуызын ақуызынан ажыратып алуымыз қажет. Және де ескеретін жайт, ол жұмыртқаларымыз тоңазытқышта ең кемі 1 сағат тұрғаны жақсы болады. Себебі ақуыздарды біз миксермен шайқаған кезде ол әдемі болып көтерілу үшін мұздай болғаны жақсы болады. Жұмыртқаларды жарып жатқан кезде ақуызымызға осы сарыуыздың түсіп кетпеуін қадағалаңыздар, мұқият болыңыздар. Себебі тамшы түсіп кетсе, онда ақуызымыз жақсы араласпай қалады. Ал егерде кішкене түсіп кетсе, осылай мен құсап қасықпен алып тастасаңыздар болады. Ал енді жаңа дайындап қойған құмшекеріміздің тең жартысын сарыуызымызға бөліп саламыз. Ал қалған жартысын біз ақуызымызға қойып қоямыз. Ақуызға бірден құмшекердің барлығын салмаймыз. Сәл-сәлден кішкене-кішкенеден сала отырып, миксердің ең аз жылдамдығынан бастап шайқауды бастаймыз. Мен кемінде 10 минуттай осылай миксермен шайқаймын. Сол кезде ақуызымыз әдемі болып, әппақ болып көтеріледі. Және де осылай аз-аздан шекерді салып отырып, жылдамдығында жай-жай көбейте бересіздер. Шекеріміздің барлығын саламыз. Араластыруды жалғастыра береміз. Мінекей бізде осындай әппақ масса шығу керек. Және де осы ыдысымызды төңкерген кезде біздің ақуыздарымыз түсіп кетпейтіндей болу керек. Яғни сол кезде бұл дұрыс шайқалған деген сөз. Енді қалған жұмыртқамыздың сарыуызын жақсылап ағарғанша араластырып аламыз миксермен. Мені көріп тұрғандарыңыздай осындай консистенция болғаны дұрыс. Енді екі массамызды бір-біріне қосып араластыруымыз керек. Ол үшін ақуызды аз мөлшерде сарыуызымызға қосып отырып, астынан жоғарыға қарай араластырамыз. Осылайша ақуызымызды біртіндеп, қасықтап қосып араластырып отырамыз. Және де осындай масса бізде пайда болу керек. Енді елегішке осы бағана өлшеп алған ұнымызды салып, оның үстіне 2 шай қасық қопсытқышымызды қосып, сол ыдыстың ішінде араластырып аламыз. Сонан соң жаңағы жұмыртқалы массамызға 3-4-ке бөліп отырып, ұнымызды қосамыз. Осылай електен өткізіп отырып қосамыз. Және тура бағанағыдай астынан үстіне қарай жаймен араластырамыз. Қатты араластырып жүрмеңіздер, себебі белокты бағана ақуызымызды көтердік қой, сол массамызды басып қалмауымыз керек қайтадан. Сол кезде біздің бисквитіміз әдемі болып көтеріледі. Шетінен осылай ішінде ұны қалып кетпейтіндей қылып араластырамыз. Міне біздің бисквитіміздің қамыры дайын болды. Енді арнайы осылай дайындап қойған формаға құямыз. Менде осындай кольцо, астына пергамент қағазын төсейсіздер, үстіне осылай кольцоны қойып, ішіне жаңағы массамызды, қамырымызды құйып пісіре бересіздер. Егер де сіздерде бұндай кольцо болмаса, арнайы съемный формаға да пісіре берсеңіздер болады.
бетін тегістеп болған соң 180 градус қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. 35 минут өткен кезде ғана есігін ашасыздар. Сөйтіп арнайы таяқшамен тексеріп көресіздер. Егер құрғақ болса, міне осындай болып пісіп шығады. Өте әдемі. Менде 26 сантиметрлік диаметр болғандықтан осылай болып піседі. Егер де сіздер 22 диаметрмен істесеңіздер, бұл сәл биіктеу болады және оны 3-ке бөлесіздер. Ал мен бұл бисквитті 2-ге бөліп пісіремін. Және бисквит пісіп болған соң міндетті түрде суытамыз. Әбден суыған соң ғана пищевой пленкаға салып, оны тоңазытқышқа салып қоямыз. Бисквитімізді қалай ортасынан бөлуді көрсетейін. Осындай арнайы пышақпен бірінші өлшеп, ортасынан 2-ге бөлетін болғандықтан мен 2-ге бөліп өлшеп алдым. Бірінші шет жақтарын жайлап осылай кесесіздер. Шетін түгел кесіп болған соң ортаға қарай жылжып, үстін міндетті түрде осы бір қолмен басып тұрасыздар да. Осындай поворотный столиктеріңіз болса өте жақсы, егер болмаса да бола береді негізінде. Міне осындай әдемі болып піседі, ортасы барлығы әдемі. Міне достар, дәл сол бисквитпен мен мынадай 2 торт жасағанмын. Бұл біреуі жаңағыдай өзім баламның туылған күніне жасаған тортым. Сіздер де жасап көріңіздер, бұл бисквиттен өте әдемі, дәмі өте әдемі болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.